Біреу сізді тақуа деп ойлайды, сіз ондай емессіз. Біреу сізді шыншыл деп ойлайды, сіз олай емессіз. Яғни адамдарды алдап, олардың жүрегіне кіресіз. Адамдардың жүрегі аманат. Адамдардың жүрегі аманат. Олардың жүрегіне алдап кіріп алуға болмайды. Кіресіз бе? Құранда Алла субханала тағала айтқандай: «Уәтул буюта мин абуабиха», үйлерге есігінен кіріңдер деді. Үйге есігінен кіріңдер деді. Артынан келмеңдер деді. Бақара сүресінде Алла субханала тағала айтады. Яғни әлгі Ромео и Джульетта болып, балконнан кіру дінімізде рұқсат емес. Кіресің бе үйге, есігін тақылдатып кіресің. Біреудің қызына көңілің түсті ме, есігін тақылдатып барып, әкесінің разылығын алып, халал жолмен қызды талап етесің. Сол секілді адамдардың жүрегіне де есігінен кіру керек. Адамдардың жүрегі аманат, оған алдап, өзіңізде жоқ нәрсені көрсетіп, кіріп алу, бұл харам болып есептеледі. Яғни мысалы адам үйленетін кезінде де тура сондай. Өзін машаллах көрсетеді, мұнағы қыз баласы қалай қарайсыз екінші әйел алуға десе, енді бұл Алланың бұйрығы ғой, біз оған қарсы шығаймыз ғой. Алла оны бұйырып тұрса, біз не дей аламыз? Енді бізге ауыр тиетін шығар нәпсімізге, бірақ әрбір нәрсе нәпсімізге тура келу шарт емес қой деген сөздерді айтады. Некесі қиылды, бағанағы алдым, қабылдадым дегеннен кейін ертеңнен, сенде қандай екінші алмақшысың ба? Не болды? Не күшің тасып бара жатыр ма, ақшаң көбейіп бара жатыр ма? Мысалы әңгімесі өзгеріп шықты. Ал басында әлгі тақуа болып, Алланың әмірі деген кезде болды, тоқтайтын адам болып көрінді. Немесе жігітте тура сондай. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің отбасына көмектескен, ашуланса тек қана Алла үшін ашуланған, ешқашан қызметшісіне мына нәрсе не үшін былай істедің, былай істемедің деп айтпаған деген сөздерді айтып, яғни өзінің отбасылығы өмірін сипаттап берген кезде машалла бағанағы идеальный сахабалардың өмірі көрсетеді. Ертеңнен қатын деп бағанағы мысалы қатынды бастан деп стол дұрып, бұл алдау. Бұл алдау. Яғни маска киіп алыңыз да кейін маскаңызды шештіңіз. Бұлай адамдарды алдап жүрегіне кіруге болмайды. Өзіңізде жоқ нәрсені айтудың қажеті жоқ. Яғни сөйлесе адам фактілермен сөйлеу керек. Енді өміріме ыдыс аяқ сықырламай тұрмайды. Бізде де мынандай бар, ашу бар, басқа бар. Екі жақтан да уступка болу керек деген секілді. Яғни реальный жағдайды айтып, адам сөйлесу керек. Әлгі бағанағы қиялда ұшып жүріп, екеуі машалла Мәжнун мен Ләйла болып өмір сүреміз деген секілді сондай сипаттап беріп, кейін кірген кезде, өмір басталған кезде басқаша болып жатса, бұл адамды алдау болып табылады, бұл харам болады. Яғни рияның бірінші жағы бұл пенделерге байланысты.